Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге Google формада тест құрастыру туралы көрсететін боламын. Ол үшін компьютерлеріңіздегі браузерге кіреміз. Мысалы, Google Chrome браузеріне кіреміз. Браузерге кірген кезде, осындай Google-ға кірген кезде, оң жақта осындай 9 нүкте тұрады. Приложение Google деген. Осы приложение Google-ға кіреміз. Кірген кезде бізде астына таман түссеңіздер, осы жерде диск деген тұрады. Дискіні басамыз. Дискіні басқан кезде міне өзіміздің менің бұрынғы алдымдағы осы жерде салған жұмыстарым, жасаған жұмыстарымның барлығы осы Google дисктің ішінде тұрады. Негізі сіздерге де кеңес берер едім, компьютерлеріңіздегі өздеріңізге керекті құжаттарыңызды, суреттеріңізді, барлығын осы Google дискіге сақтап қойсаңыздар, сенімді түрде ол өшіп кетпей сақтаулы тұрады. Енді Google дискте тестті қалай құрастырамыз? Ол үшін создать деген батырманы басамыз. Создать деп басқан кезде Google формы деген астында таман Google форма дегенді басамыз. Соның ішінде создать пустую форму дегенді басамыз. Создать пустую форманы басқан кезде бізде осындай бастапқыда новая форма деп тұрады. Осы новая форма деген жерге өзіміз құрастырып жатқан тестімізді жазамыз. Мысалы, мен 9-шы сыныпқа құрастырайын деп жатырмын. 9-шы сынып тест деп жазамыз. Тест деп жазғаннан кейін, енді астына описание бөліміне пәнді жазып қоюға болады. Мысалы, менде информатика пәні. Өздеріңіздің пәндеріңізге байланысты пәндеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Енді осы жердегі қосу батырмасын басамыз. Қосу батырмасын басқаннан кейін, мына жерге вопрос деген жерге енді оқушы аты жөнін жазу керек. Ол үшін енді мына жерге аты жөні деп жазамыз. Одан кейін мына жерде один из списка деген жерде текст строка дегенді белгілеп қоямыз. Текст строканы белгілегеннен кейін осы жерге астына қарасаңыздар обязательный вопросты бір рет мына жаққа шертіп қоямыз. Енді настройкасын жасап кетейік. Настройки деген жерге кіреміз. Тест деген жердегі мына жерге мынаны былай сырғытып қоямыз. Осыны сырғытып қойғаннан кейін өзі мыналардың барлығы автоматты түрде қосылады. Максимальный балл за вопрос по умолчанию. Егер сіз тестіңізге қанша балдан бергіңіз келеді, 2 балл, 3 балл, 1 балл деген сияқты, мен осы жерде негізі тестте әр дұрыс сұрақ жауапқа 1 балл қойылады. 1 балл деген жерге осылай 1 балл деп тұрады. Енді осының астында ответи дегенді бассаңыздар, ответиден кейін мына жерде отправлять форму не более одного раза. Тек қана жаңағы тестті толтырғаннан кейін бірақ рет отправить батырмасы басылсын деген жерге мына жерді былай қосып қоямыз. Болды, настройкасын жасап болдық. Енді қайтадан тестке барамыз. Вопросыйды басып тестке барамыз. Енді аты жөні, мына жерге аты жөнін жазады. Келесі қосу батырмасын басамыз да. Вопрос деген жерге сыныбы деп жазамыз. Сыныбы, мысалы үшін, бұл жерде 9-шы А сыныбы, көп сыныптар бар ғой, 9-шы А деген сияқты. Егер бір сынып болса, бірақ сыныпты қоямыз. Енді мысал ретінде көрсетіп кетейін. 9А, 9А. Енді один из списка деген жерде текст строка деген жерін таңдап қоясыздар. Енді болды. Және мына жерде астында обязательный вопрос дегенді қойып кетесіздер міндетті түрде. Мына жерде де көріп кетейік, мен обязательный вопрос дегенді қойып кетеміз. Енді болды, оқушы мына жерде аты жөнін жазады, мына жаққа сыныбын қояды өзі. Енді келесі тестімізді құрастырамыз. Енді тағы да қосу батырмасын басамыз. Мына жерде көрініп тұр, төбесіне оқушы аты жөнін жазады, мына жерден сыныбын таңдап жазады. Енді тестімізді құрастырамыз. Вопрос деген жерге өзіміздің құрастырып жатқан тестімізді жазамыз. Мысалы, мен бірінші тестімді құрастырайын. Жүйелік блок құрамына кірмейтін құрылғы.
Енді вариант 1 деген жерге нұсқаларын жазамыз, иә. Мысалы, дұрыс нұсқалар, мысалы, тактыл диск. Екінші, пернетақта. Үшінші, процессор. 4. Қанша жауап қойсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Процессор және жедел жады. Мысалы, мен 4 жауаптан қойдым, иә. Енді осы жерде мына жаққа барсаңыздар, ответи деген бар, иә. Осы ответиді басып, осы жердегі дұрыс жауапты өзіміз белгілеп кетеміз. Мысалы, менде ол жүйелік блок құрамына кірмейтін құрылғы, менде пернетақта. Осыны қоямыз, готово дегенді басамыз, және осы жерден обязательный вопрос дегенді міндетті түрде бұлай сырғытып қойып кетесіздер. Мына жерде жасыл галочка жанып тұр, ол бізде ғана көрініп тұрады, оқушыда ол көрінбей тұрады. Мына жерде один из списка деген осылай өзі тұра береді. Өйткені мына жердегі біреуін таңдап қою деген сөз. Ал мына жақта қарасаңыздар, бұл жерде ондай один из списканы таңдаған жоқпыз, бағана. Бұл жерде тек аты жөнімен сыныбын жазады. Енді келесі сұрағымызды құрастыруымыз керек. Қайтадан плюс батырмасын басамыз, добавить вопрос дегенді. Енді екінші сұрағымызды мына жерге жазамыз. Мысалы, менде ақпаратты шығару құрылғыларына жатпайтын құрал. Сұрағымызды қойдық. Енді дұрыс жауаптарымызды мына жерге көрсетеміз. Принтер, дыбыс колонкасы. 4-еуден құрастырып жатырмын, 4-еу жазамын. Дисплей, келесі менде плоттер. Енді тағы да ответи дегенге кіреміз. Осы жердегі дұрыс жауапты мен өзім көрсетемін. Плоттер деген дұрыс жауап. Мені 1 балл беремін. Готово. Және мына жерге обязательный вопрос дегенді бұлай міндетті түрде ұмытпай осы жерін қосып кетеміз. Келесі екі сұрақтан кетті. Тағы да осылай добавить вопрос деп құрастырып кете бересіздер. Келесі сұрағымызды жазамыз. Компьютердің миы деп қандай құрылғыны айтады. Енді жауаптарымызды жазамыз. Мысалы, принтер, екінші нұсқа, диск жетек, үшінші нұсқа, процессор, 4-ші нұсқа менде модем. Қайтадан ответиге барамыз, дұрыс жауап процессорды басамыз, готово дейміз, және обязательный вопрос дегенді бұлай үстіне жылжытып қоямыз. Енді мысалы, кейбір пәндерде эссе жазу керек болады. Ол кезде қалай жасаймыз? Тағы да плюсикті басамыз, сөйтеміз да мына жерге енді эссе деп қоямыз. Енді бұл жерде один из списка демейміз, бұл жерде несколько из списка дегенді басып қоямыз. Және ответи деген жерде, мысалы, эссеге қанша балл бересіздер? Мысалы, 5 балл, 4 балл деген сияқты оны осы жерден өзіміз көріп қоямыз. 4 балл, 5 балл. Готованы басамыз, және мына жерге обязательный вопрос. Және осы жерде сіздерге айта кететін, ескеретін бір жай, ответиді басқан кезде добавить пояснение деген тұрады. Осы жерге правильный ответи дегенді қоямыз да, сохранить батырмасын басамыз. Енді мына жерге де жаңа қойылмады, осы жерге де қойып кетеміз. Барлығына жазып жатқан кезде добавить пояснение дегенге правильный ответи сохранить деп қойып шығасыздар. Барлығына ответиға барамыз. Добавить пояснение, правильный ответ сохранить. Келесі мына жерге де қойылған жоқ. Осы жерге кіреміз. Осы жерден
ответиді басамыз, добавить пояснение, правильные ответы, сохранить. Барлығына осылай қойып шығамыз. Енді бұл жерде қойған кезде көрдіңіздер ме, мынау пернетақта деген жерде жасыл болып тұр, ол дұрыс жауабы. Бұл бізге көрінгенімен, бұл оқушыларда көрінбей тұрады. Мына жасылмен белгіленгендердің барлығы дұрыс жауаптары. Келесі, енді тағы бір мысал, тағы бір не құрастырайық. Енді бұл жерде осы жерден қосылып кете берсін, бір мысалы дұрыс жауаптары 2-3 дұрыс жауабы бар тест құрастырып көрейік. Мысалы қандай тест? Мысалы мынандай ақпараттың өлшем бірлігі. Енді бұл жерде 2-3 жауабы бар тест құрастырып көрейік. Вариант: ақпараттың өлшем бірлігі байт, килобайт, мегабайт, және мына жерде тонна дей салайық. Және мына жерге кез келген бір нені қоя салайық. Мысалы дюйм дей салайық. Енді қайтадан ответиге барамыз. Осы жерде дұрыс жауап бізде байт және килобайт екеуі болады. Добавить пояснение дегенге правильные ответы, сохранить. Енді қайтадан добавить пояснениеге барып, правильные ответиді қоямыз да, сохранить дейміз. Енді бұл жерде, мына жерде көрдіңіздер, бал деген тұр. Бұл жерде енді біз 2 дұрыс жауап болғандықтан, біз бұл жерге әрқайсысына 1-1 балдан болғанда 2 бал деп мына жерге көрсетеміз. Міне, сонда бізде 2 дұрыс жауабы бар болса, онда 2 бал. Егер 3 дұрыс жауап қоятын болсаңыз, мына жерге 3 бал деп қоямыз. Міне сонымен тесттерімізді құрастырып шықтық. Так, 1, 2, 3, 4, эссемен 5. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 30 сұрақтан, 25 сұрақтан тұратын тестті осылай барлығын құрастырып шығасыздар. Енді құрастырып болғаннан кейін, жоғарғы жақта отправить дегенді басамыз. Отправитті басқан кезде, как отправить, сіз бұны қалай жібересіз? Осы жерде ортада тұрған URL белгісі бар. Осыны басамыз. Осы жерде бізге сілтеме шығарып береді, ссылка шығарып береді. Осының астында короткий URL дегенді бассақ, біздің жаңағы сілтемемізді қысқартып, мынандай кішкентай қылып береді. Енді осының астындағы копировать дегенді басамыз да, енді оны не істейміз? Чатқа жібереміз, веб WhatsApp-қа оқушылардың чатына жібереміз. Веб WhatsApp-ымызды ашып аламыз. Веб WhatsApp деп ашып алайын қазір мен. Қазір WhatsApp-ымыз ашылады да, сосын соны мысалы сынып 7-ші сыныптың чатына жіберуге болады, немесе жеке-жеке оқушыларға жіберуге болады. Ол үшін алдын ала біз оқушыларға айтып қойымыз керек. Мына уақытта мен мына сағатта сендерге Google формада тест құрастырып жіберемін. Сол тестті мысалы 20 минут уақыт аралығында толтырып отправить етіңдер деп алдын ала оқушыларды дайындап ескертіп аламыз. Мысалы мен қазір 9-ші класстағы өзім қызыма жіберейін. Осы жерге вставить деп міне сілтемені қоямыз да, оны жібереміз. Енді қайтадан енді жібердік. Енді ол бұны жаңағы оқушыларына көк сілтемені басып, тестті тапсырады, отправить деп жібереді. Енді оның оқушылардың отправить еткені біз өзіміз көруіміз керек. Ол үшін жаңағы мой дискке барамыз. Бағанағы біздің Google форма құрастырған дискіге кіреміз. Кірген кезде міне біздің құрастырып жіберген жерде тесттеріміз тұрады. Мысалы менің оның алдында 7-ші сыныпқа құрастырған новая форма тұр. Енді мынау 9-ші классқа. Вы только что внесли изменения деген осының үстіне 2 рет шертеміз. Енді жаңағы оқушым маған толтырып жіберсе, осы жерге жауабы келеді.
Қазір мен бұны 9-шы сыныпты қазір жібергенмін. Енді қазір мынаны көрсетейін. Алдында 7-ш сыныпқа жібергенімді. Үстіне 2 рет шертеміз. Осы жерде ответы деген тұрады. Вопросы, ответы, настройки деген, ответы деген жерде біреу тұр, Егер менің жаңағы 7-ш сыныпта мен 15 оқушыға жіберетін болсам, егер 15 оқушы мен айтқан уақыт аралығында, мысалы 20 минут уақыт беремін деп айттым, сол аралықтың ішінде барлығы орындап жіберетін болса, онда ответы деген жерде 15 оқушы орындаса 15 болып мына жерде тұрады. Менде біреу тұрғандықтан, бір деп тұрған себебі менде қазір бір оқушы жіберді деген сөз. Енді осы ответінің үстін басамыз, үстін басқан кезде міне бізде көрсетіп тұрады. Распределение баллов деп аты жөні, міне Бекенбай Асылжан, өзінің жазып отправить еткен бізде көрініп тұрады да, өздеріңізде сыныбы 7-ші сынып. Енді мына жердегі сұрақтар, міне ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі жауап бергендері, міне бет деп жауап берген, міне жасыл болып толып тұр, 100% деп. Осылай жауап бергендерінің барлығы сіздің өздеріңізде көрініп тұрады. Сонда жалпы қанша балл жинағаны да міне всего деп мына жерден көрсетіп тұрады. Осылай өздеріңіз сыныптарыңызға, пәндеріңіз бойынша осылай тест құрастырсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер осы Google тест құрастыру сіздерге ұнаса, онда өздеріңізде пәндеріңізге байланысты тесттер құрастырып, оқушыларыңызға берсеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.